Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге сурет салу әдісін көрсетемін. Сіздер сурет салу өте нашар болсаңыздар, суретке сіздерге салып үйрететін боламын. Достар, сіздер ол үшін мына предложенияны тартуларыңыз керек. Дрей, AC, трейк, соны тартуларыңыз керек. Или басқаларын тартыңыздар. Осы негізі маған ішіндегі мегабайты да өте аз екен. Және де сурет салуға өте керемет. Достар, Play Marketке кіреміз. Play Marketке осылай кіреміз да. Поискқа жазамыз осылай. Сурет салу әдісі деп жазамыз. Салу әдісі дейміз. Міне жерде шықты. Мына жерде әртүрлі бар. Бірінші тұрған бар. Бірақ бұлар нашар. Нашар болу керек. Мынау ең кереметі ішіндегі айтайын. Мен қаншаларын тарттым, өтірік олар. Міне, осылардың біреуін тартыңыздар, тартып көріңіз. Бірақ мен сіздерге ең жақсысы деген мынаны тартуға кеңес беремін осы. Дрей, AC, трейк, скетч. Осыны тартуға кеңес беремін. Кейін ішіне крестерді сіздерге көрсетіп жіберейін енді ішінде. Кейін ішіне осылай крестерді. Осылай кіріледі. Қазір кірсін тез-тез. Достар, сосын айтайын, бұл мегабайтсыз кіріледі. Мегабайтсыз. Егер сіздердің Wi-Fi ма шашылып YouTube не қылмаңыздар. Wi-Fi-дан шығып кетіңіздер. Әйтпесе реклама келе береді да, жындарыңыз кеп кетеді сіздердің. Сосын үшінші тұрған Tray Object деген. Соны басасыздар. Біреулері ашық емес болады, қараңыздар, сіздерге бірдеңе көрсетіп жіберейін. Біреулері ашық емес болады. Fruits. Бірақ олар ашық болады. Мені қалай ашық болуды көрсетемін. Spain дедім басасыздар да. Соны мені бағанағы Fruits, Cafe, осыларды біреуін басасыздар да. Біреуін басып, короче, бокалға қойып, бір бәле істей бересіздер. Бір сурет сала бересіздер, анан бастырып саласыздар ғой. Оны білесіздер ма сіздер? Қазір көрсетем, қалай салу керектен. Мысалы үшін біз бір любой суретті алайық. Мынаны алайық ал. Только этот враз деген басасыздар да. Телефонды осылай қоясыздар. Бокалды осылай аударасыздар да. Телефонды қоясыздар. Қоясыздар. Мына жылжытуға болады. Үстінен басып же. Міне. Қазір. Үстіп соналарды бұрайсыздар. Үстісіздер да, дәуіртесіздер. Кейін қимылдап кете беретін болса бұлай. Құлып. Бас қойсыздар да. Енді вообще не қылмайтын. И бұлай қаламдарыңызды алып, осылай салып, тура осын бастырып шықсаңыздар, кейін суреттеріңізді қарасаңыздар, өте керемет болып тұрады. Осылай. Не мынада көрсетіп тұр ғой. Рекламалар осылай шығады сіздерге. Тартқан соң бар ғой, достар, тартқан соң. Сол тартқан соң сіздерде не шығады осылай. Үйретеді сіздерге бокал қой бірдеңе деп өздері. Үйретпейді, көрсетіледі да, үлгі деген сияқтандай. Или достар, өздеріңіз галереяларыңыздан таңдасаңыздар болады. Или камераға түсіріп істесеңіздер болады. Солай, осыны тартсаңыздар, сіздер сурет салу әдісін зато апайларыңыз сабақта тапсырма беріп жатса, сіздерге айтады да, осы сурет салу әдісіне істесіздер. Осылай, достар, короче айтқанда, сурет салу әдісін осы видеодан қараңыздар. Менің видеом аяқталды, сау болыңыздар.